Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше, тойымды кешкі астың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай, құрамы да қолжетімді. Міндетті түрде жасап отбасыңызды қуантсаңыздар болады. Ал бисмилля деп бастаймыз. Ең әуелі біз салмасын дайындайтын боламыз. Бір пиязды жақсылап, майдалап, текшелеп турап аламыз. Толық құрамды видеоның төменгі жағындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Сәбізді үккіштен өткізіп дайындаймын. Барлық көкөністерді турап дайындап алғаннан соң ыдысымызға салып, үстінен тартылған етті салдым. Сонан соң жуылған күріш, татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қосып, жақсылап біркелкі болғанша салмасын араластырып дайындап аламыз. Дүкендерде сатылатын осындай макарон өнімін пайдаландым. Үлкен ракушки тәрізді, сіздер басқа түрінде пайдаланып көрсеңіздер болады. Енді осы ракушкидің ішін дайындап қойған салмамызды салып толтыратын боламыз. Байқағандарыңыздай жасалу жолы өте оңай. Менің каналымда достар түрлі пайдалы, ерекше, оңай дайындалатын тағамдардың, салаттардың рецепті бар. Каналыма кіріп, қарап көрсеңіздер болады. Және мені жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды да ұмытпаңыздар. Сол кезде каналымда шыққан жаңа видеоны бірінші болып тамашалай аласыздар. Міне барлық ракушкилардың ішін салмамен толтырып алдық. Енді тұздығын дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған майға туралған пиязды салып, шамамен 2 минуттай қуырамыз. Қуырылған пияздың үстіне үккіштен өткізілген сәбізді салып, оны да шамамен 2-3 минуттай қуырып аламыз. Барлығы жақсылап қуырылуы қажет. Сонан соң үстіне шамамен жарты пиалайдай су құйып, ең төменгі отқа бұқтырып қоямыз. 5 минуттан соң қақпағын ашып, тұзын салып, татымына қарай өздеріңіз көресіздер. Мен шамамен жарты қасықтай тұз салдым. Сонан соң дайындап қойған ракушкилерімізді тура видеодағыдай жайғастырып шығамыз. 2 пиалай суға 2 ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырып, дайындап теріп салып қойған ракушкиларымыздың үстіне құйып шығамыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар болады. Сонан соң бетін жауып, шамамен 40 минутқа бұқтырамыз. Осылай бір қайнап шыққаннан соң отын ең төменгі отқа қойып бұқтырамыз. Міне біздің тағамыз дайын болды. Енді оның үстіне үккіштен өткізілген сыр септім. Егер сіздер ұнатпасаңыздар, сеппесеңіздер де болады. Міне біздің тағамымыз пісіп дайын болып шықты. Өте дәмді, ешқандай бір-біріне жабыспаған. Оны енді тарелкамызға салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Іші толықтай піскен. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Күнде бір тағам жасаудан жалықсаңыздар, осындай бір ерекше тағамды жасап, отбасыңызды қуантсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын.